Сәлем достар. Натурал сандарды салыстыру тақырыбындағы есептерді қарастыратын боламыз. 27-ші есепте 3-ші жаттығуда берілген 3-ші кестені қолданып, халық сандарын салыстырамыз. Үндістан мен Қытай біріншісінде 100 миллион разрядта, бізде 2 мен 3 салыстырамыз. Бізде 3 үлкен, демек Қытай саны көп. Қазақстан мен Моңғолия, бізде Моңғолия Қазақстанның аз болып тұр. Қазақстан үлкен. Ресей мен Жапонияда 100 миллиондық бірдей, сондықтан 10 миллиондық разрядты салыстырамыз. Ары қарай 28-ші есепте қос теңсіздікті оқыңдар. Бірінші теңсіздігіміз бізде 28 саны 17-ден үлкен, бірақ 29-дан кіші болады. 78 саны 76-дан үлкен, бірақ 94-ден кіші. Үшіншісі 136 саны 101-ден үлкен, бірақ 450-ден кіші. Төртіншісі 1033 саны 829-дан үлкен, бірақ 2005-ден кіші болады. 29-ші есепте сөйлемді керісінше енді оқып, оны қос теңсіздікке айналдырамыз. Бізде ең кішісі өсу ретімен жазуға да болады. 19, 24, одан кейін 27 жазылады. 33 саны 32-ден үлкен, бірақ 34-ден кіші. 32 бірінші жазылады, 33, 34. Бізде бұл үшіншісінде ең кішісі 49, одан кейін кіші 51, ең үлкені 56. Төртіншісінде бізде ең кішісі қарап отырсақ 77, одан кейін кіші бізде 86, ең үлкені 88, соңында жазылады. 30-ші есепте координаталық сәулені қолданып 16-ші жаттығуға берілген қаздың массасын тауық пен күрке тауықтың массаларымен салыстырып қос теңсіздік құрауымыз керек. Бізде тауықтікі 5 кг, қаздікі 10, күрке тауықтікі 20 кг. Міне осылай. Екінші есебінде аңдардың секіру ұзындығын салыстырамыз. Мүмкін болатын барлық қос теңсіздіктерді жазамыз. Ең бірінші мүмкін болатын қос теңсіздігіміз 7 саны 2 санынан үлкен, бірақ 10 санынан кіші болады. Екінші қос теңсіздігіміз 7 саны 2 санынан үлкен, бірақ 11 санынан кіші болады. Үшінші қос теңсіздігіміз 10 саны 2 санынан үлкен, бірақ 11 санынан кіші болады. Төртінші қос теңсіздігіміз 10 саны 7 санынан үлкен, бірақ 11 санынан кіші. Осындай 4 қос теңсіздік аламыз. 31-ші есепте 3 сандар берілген, содан қос теңсіздік құрастырамыз. Ең бірінші кіші сан жазылады деп айттым. 20, одан кейін 26 жазылады. Екіншісінде бізде 15 саны 9-дан үлкен, бірақ 17-ден кіші болады. Міне осындай қос теңсіздік аламыз. Үшіншісінде бізде 40 саны 39-дан үлкен, бірақ 43-ден кіші болады. Төртінші есепте 450 саны 200-ден үлкен, бірақ 500-ден кіші болады. Міне осындай 4 қос теңсіздік алдық. Ары қарай 32-ші есепте бізде Есіл, Сырдария, Жайық өзендерінің ұзындығы берілген, солардан қос теңсіздік құрап жазамыз. Бізде 2450 саны 2219 санынан үлкен, бірақ 2528 санынан кіші болады. Бізде 2219 деп отырғанымыз Сырдария өзенікі, 2450 дегеніміз Жайық, 2528 Есіл болады. 33-ші есепте натурал сан қоямыз x-тің орнына. Бізде 2-ден кіші тек қана бір-ақ натурал сан бар, ол x тең 1-ге ғана болады. 33-тің екінші есебінде x кіші 6-дан. Бізде демек 6-дан кіші барлық сандарды жазамыз. 1-ден
5-ке дейін сандарды жазып шығуға болады. Осындай 5 теңсіздік алуға болады. 34-ші есепте x-тің орнына қойғанда теңсіздігі дұрыс болатын 3 натурал санды атаңдар. Демек бізде x кіші 1001-ден, демек бізде 1001-ден кіші 3 натурал сан жазуымыз керек. 999 кіші 1001-ден. 1-дің өзін жатқызуға болады бізде. Одан кейін 101 кіші 1001-ден деп алуға болады. Екінші есебінде x үлкен 999-дан. Шатыстырып алмаңдар, осы жолы x-іміз үлкен болады. Бізде 999-дан үлкен 1000-ды алуға болады. Кез келген санды қоюға болады, бірақ 999-дан үлкен болса болғаны. 1900-ды алуға болады. 1500 деп алуға болады. Миллион деп те алуға болады, кез келген санды. Бірақ 999-дан үлкен болу керек. 35-ші есепте y-тің орнына қойғанда қос теңсіздігі дұрыс болатын барлық натурал санды атаңдар. Бірінші бізде қос теңсіздігінде қарап отырсаңдар 13 пен 19 санының арасындағы сандар. 13-тен кейін бізде 14, 15, 16, 17, 18-ге дейін жазып шығуға болады. Міне осы сандарды y-тің орнына апарып қоюға болады. Екіншісінде бізде y 31-ден үлкен, бірақ 37-ден кіші болып тұр. Демек бізде 31 мен 37-ның арасындағы барлық сандарды жазып шығамыз. 31-ден кейін бізде 32, 33, 34, 35, 36-ға дейін жазып шығамыз. Осы 5 санды апарып y-тің орнына қойғанда қос теңсіздігіміз қанағаттандырады. Үшінші бізде y-іміз 289-дан үлкен, бірақ 294-тен кіші болып тұр. Y тең 289-дан кейін бізде 290, 291, 292, 293 сандарын жатқызамыз. Демек бізде y-тің орнына 4 сан қоюға болады екен. Төртінші есепте y 1100 санынан үлкен, бірақ 1103 санынан кіші болып тұр. Y тең бізде 1100-ден кейін 1101, 1102. Осында 2 санды y-тің орнына қоюға болады екен. Ары қарай 36-ші есепте 12-ші суретте берілген координаталық сәулені қолданып салыстыру керек сандарды. Біріншісінде бізде а мен 3 дейді. Білесіңдер, қайсы оң жақта орналасса, сол сан үлкен болады. Бізде а үлкен болады. Екіншісінде а мен 6. А мен 6-ға қарасаңдар, 6 оң жақта орналасқан, демек 6 үлкен болады. Үшіншісінде а мен б. Бізде а мен б оң жақта, демек б үлкен болады. Төртіншісі б мен 3. Бізде б сан үлкен болады. 37-ші есепте 13-ші суретте кескінделген координаталық сәулені қолданып мүмкін болатын барлық қос теңсіздіктерді жазыңыз. Бірінші қос теңсіздігіміз а 0-ден үлкен, бірақ б-дан кіші болады. Екінші қос теңсіздігіміз б 0-ден үлкен, бірақ с-дан кіші болады. Үшінші қос теңсіздігіміз б а-дан үлкен, бірақ с-дан кіші болады. 38-ші есепте бізде 3 қос теңсіздік берілген. А-ның орнына қойғанда бір мезетте барлық қос теңсіздікті қанағаттандыру керек. Бізде ең кішілерін тауып алайық. 23, 35, 47. Кішілерінің ең үлкенін алайық. 47. Енді үлкендері бізде 49, 261. Үлкенінің керісінше ең кішісін аламыз.
Міне осындай қос теңсіздік, демек бізде 47 мен 49-ның ортасында 48 санын ғана алуға болады. Достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, достарыңызға да таратыңыздар. Келесі кездескенше.